Сәлеметсіздер ме? Сайтта баланың ата-анасы немесе заңды өкілі ғана тіркелуі керек. Байқау тестіне компьютер, ноутбук немесе ұялы телефон арқылы тіркелуге болады. Басты бетте оң жақ жоғарғы бұрыштағы тіркелу батырмасын басып, тіркелу бетіне өтіңіз. Ашылған терезеде атыңызды, электрондық пошта мекен-жайыңызды және телефон нөміріңізді енгізіңіз. Кіші және бас әріптерден, сандар мен арнайы белгілерден тұратын 8 таңбалы құпия сөз ойлап табыңыз. Құпия сөзді енгізіп, оны келесі жолда қайталаңыз. Жеке деректерді өңдеуге келісіммен танысып, келісетініңізді растау үшін белгі қойыңыз. Енгізілген деректерді тексеріп, тіркелу батырмасын басыңыз. Тіркелгеннен кейін көрсетілген электрондық поштаңызға тіркелуді растау хаты келеді. Тіркелмес бұрын көрсететін электрондық поштаңыздың жұмыс істейтініне, оған қол жеткізе алатыныңызға және жаңа хаттарды қабылдау үшін жәшікте жеткілікті орын бар екеніне көз жеткізіңіз. Егер хат келмесе, поштадағы спам қалтасын тексеріңіз. Тіркелуді растау үшін электрондық поштаңызға кіріңіз. Келген хатты ашып, сілтемеге өтіңіз. Сілтеме бойынша өткеннен кейін онлайн тіркелу порталына бағытталасыз. Кіру терезесінде тіркелу кезінде көрсетілген электрондық поштаңызбен құпия сөзді енгізіңіз. Содан кейін кіру батырмасын басыңыз. Тіркелуден сәтті өттіңіз. Оқушы деректерін толтырып, өзіңізге қажет онлайн тест нұсқасын таңдаңыз. Бала туралы деректерді енгізу үшін жеке кабинет батырмасын басыңыз. Оқушылар бөлімінде оқушының аты жөнін, ЖСН-ін, тұратын қаласын, мектебінің атауын және сыныбын енгізіңіз. Бірнеше оқушының деректерін енгізіп, тест сатып алу кезінде қажетті оқушыны таңдауға болады. Онлайн тестлер әртүрлі, сондықтан тапсырмалары мен сұрақтары қайталанбайды. Онлайн байқау тестін тапсыруда сәттілік тілейміз.